Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сізбемен өрекпен бәйреш пісіреміз. 2 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ ыдысқа саламыз. Және араластырамыз. Жарты пачка сары май қосамыз. Және араластырамыз. Аздап қант қосамыз және араластырамыз. Енді ситудан ұнды өткіземіз. Араластырамыз. Разрыхлитель қосамыз, тағы салып араластырамыз. Бірнеше минут қамырды илейміз. Қамыр жұмсақ болу керек. Қамыр қолға кішкене жабысып тұру керек. Дайын қамырды ыдысқа саламыз. 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Начинканы дайындай бастаймыз. Сүзбені ыдысқа саламыз. Екі жұмыртқа, 50 грамм қант саламыз. Араластырамыз. Тағы сүзбені қосамыз. Сүзбені біркелкі масса болғанша еземіз. Жайғаннан кейін дайын қамырды противенге саламыз. Начинканы салып тегістейміз. Сосын шетін түйеміз. Енді өрік банкасын ашып, өрікті бәліш бітіне әдемілеп саламыз. Жұмыртқаның сарысын шетіне жағамыз. 40 минутқа ыстық духовкаға бәліш қоямыз. Басында қатты отқа, сосын жай отқа қоямыз. 40 минуттан кейін аздайын. Өте дәмді сүзбемен өрікпен бәліш болып шықты. Аз болсын, сау болыңыздар.